Бәріне сәлем достар, бүгінгі видео қош келдіңдер. Сіздермен Рамазан. Ал бүгін мен өзім осы ерекше видео түсіргім келіп тұр. Дәл қазір бүгіннен бастап жалпы өзімнің бұрынғы видеоларыма реакция еске алу, оны көрген адамдар бар, көрмеген адамдар бар дегендей. Так что өзімнің кішкентай кейбір жерлерде құттый дейді ғой, общем сондай кезімдегі шигол кезімдегі видеоларыма естелік қой. Бір сөзбен менің қасымда Мади бар. Бәріне сәлем. Ош, Мади екеуміздің реакциямызды көретін боласыздар. Бұл видеолардың арасында еще сіздер көрмеген видеолар бар негізінде ше. Так что видеоны соңына дейін қараңдар. Лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып, егер де қызықты болса, біздер болса видеоны бастаймыз. Так, короче, достар, бірінші видео бұны барлығы біледі енді. Качествоны қараңдар, 720 максимум. Сіздер қазір бұл видеоны 1080-мен әдемілеп көріп отырсыздар ғой, әдемі качествомен. Мына кезде қарасаңдаршы, ойбай, соткамен түсірілген ғой. Кеттік ал. Қалайсыңдар достар, бұл бізде жаңа влог. Бүгін біз, короче, алма ұрлайтын боламыз. Яқтағы екі бала бар. Арықта отыр міне. Бек болады деген бір бала. Не деген качество десеңдерші. Мына качествоны қараңдар. Айтпақшы достар, Noob пен Proны кім білет? Noob пен Pro жақсы көретіндер бар ма араларында? Мен бұрында түсіруші едім ғой сериал. Сол Noobтың рөлін ойнайтын бала мінекей. Көбісі біле білмейді оны. Бикос деген бала, міне осы. Короче, екеуміз бірге түсіргенбіз сол Noob пен Proны. Болат деген бір бала. Шын есімі Бек Болат. Анасы тіркеліп кетіңдер. Бикос ТВ деген арнам бар. Бикос ТВ деген арнасы бар. Тіркеліп кетіңдер. Ол да влог түсіреді, менен түсіреді. Енді достар, бүгін біз неқта алма бар екен, сол алманы ұрлайтын боламыз. Мына видео еще 6 жыл бұрын түсірілген достар, 2018-де салынған, 207 000 просмотр жинап тастаған ғой, масқара. Мына жерде еще 1396 комментарий жазып тастаған, бәрі мына жақта 2025-тен көріп отқандар деп сөйтіп жазып жатыр. Біреудің алмасы жалғастырайық. Алма құр алманы өзі емес, неқта грушалар да бар. Біреу SMS келіп жатыр ғой. Сол ғой. Мына кезде еще A3 деген соткамен түсірілген ғой мына видео. A3 ма? Мә, ұмытып қалдым даже бар ғой, қандай сотка екенін. Неқта бір жас алма деген сотка бар еді вроде. Аса татты емес. Мынау Айдар деген інім ғой. Мына көрсей. Ондай, короче, решеткалары бар екен. Бірақ неқтан кірмейтін боламыз өйткені қазір. Алдынан кіріп көрейік. Алдынан кіріп көреміз қазір. Жаны тәтті, кірмейтін боламыз. Логична. Ол кезде жан тәтті болған ғой, решеткадан өткім келмейді. Машина бәрі кеткен. Гуччи киіп алғанбыз ғой, Гуччи. Короче, ауылда жүрміз. Ауылымыз бір пекин. Ауыл ғой. Мойынқұм деген ауыл, Мойынқұмнан болғандар болса, жазыңдар комментарияға. Мойынқұмға жалынды сәлем. Ешкім қарап тұрған жоқ сияқты, Қарап тұрған жоқ, қарай, ұрлай бар. Рома, делай. 2018-де мен 16-та болыппын, достар. Так, Рома. Оля. Жоқ, мына кезде 15-тем, мына кезде мен 15-тем. 16-ға енді тоғатын кезде ғына. Ма, біз келдік. Давай секір. Машина қазір палевна болмайық. Негізі ше, машина өз-өзімізді полит етіп отырық ше. Мысалға ретінде өзіміздің үй жағымызда болсақ ше, андай, машина забордан секірмей демейсің ғой мысалы. Мән бермейсің ғой? Мән бермейсің да, ол кезде секіріп смело жүре бересің өзің үй жағың болғандықтан. Ал мынаяқта өзімізді полит етіп отырық та, машина, секірмей, анау қарап тұр деп ше. Мынаяқта алмалар бар. Қалыш тәтті бәрі. Қып-қызыл көресіңдер. Тығылып жүру керек ше қазір. Мынаяқтың хозяйны тұзбен атады деген. Мынаяқтың хозяйны, короче, жай сөйлейік. Есті қойып жүрсе, мынаяқтың хозяйны тұзбен атады достар. Короче, отырды дейді, машина кетір дейді. Машинадан көрінген машинадан тығылып жүрміз ғой. Влог түсіріп жатыр, Бикоста влог түсіріп жатыр. Сол Бикостың каналын тіркеліп кетіңдер, короче, Қандар, ма. Ебай. Короче, міне, алма алып отырмын. Кірмейсің. Мә. Кімге бере берсе, яны? Не деген воровщиктер деймін да, забордың сыртынан анаған береді. Мына жақта еще Бикос андай сотка ұстап алған ғой. Фронтальный камерада несі бар, вспышкасы бар. Сондай телефон болды ғой, білесің ба? Қазір ондай телефондар жоқ қой. Сол кезде бірақ сондай телефон болған, прикинь.
фронтальный камерада вспышка бар деген масқара ғой. G5 басым бар. Иә. Бикоста түсіріп жатыр, Бикос не істей алмады, кім тіркелдер. Алма ұрлап мына жерде қаштық. Бізді, короче, көріп қойды ма, сондай бір бәле болды. Негізі көрмеді ешкім. Просто, анақта хозяин бар деп алдап жүрді, короче, інімше. Десін жұрты алды. Братишкам Қашам деп десін десін жыртып алды, сөйтіп қашам деп. В общем, короче, осындай қызықты кездер болған бізде. Жеге осы видеоны көрмегендер болса, каналға кіріп жалғасын көрсеңдер болады. Так, короче, одан кейін бізде екінші видео. Ал кеттік ал. Достар, біз қазір кафедеміз. Сол қазір кафеге отырып алайын деп жатырмыз. Не деген бастау десе амандасу жоқ. Тупо кафеде бастап кеткен. Достар. Не өзің көрсетпейді, әшейін даланы көрсетті да. Еще качествоны қарсашы, ойбай. Енді қазір Тараздамыз енді. Қазір содан кейін Шымкентке кететін боламыз. Шымкентке. Сен достар, кеттік біз. Ох, бля. Не деген переход мынау, Мынау дейтін лучший переходтың бірі ғой мынау, Ой, бля. Музыканы айтсай. Өлең кетті няқта. Ауди ғой, Ауди еще, ойбай, ит жылғы. Ауди, сотый Ауди. Мына қара няқта, Land Cruiser. Мынау уже бізде Шымкент 13 міне регион. Шымкенттіктер, давайте комментарий кетіңдер. Кімнің батясын башасын ау? Кім біледі на башаны? Платный номер ғой еще? Қалай? Платный номер ғой 0,50. 0,50, VIP номерлер ғой ол кезде, VIP номерлер. Үйлер соғылып жатыр, мынаны қараңдар, мынау үй әлі соғып бітпеген бе, әлде соғылып жатыр ма? Мынаны қарасаң, ар жағындағы үйлер әлі жоқ, ар жағында үйлер қаптап кеткен ғой қазір. Ең соғып отқан кездер еді ғой. Мына жақта ше міне. Мынау қай район? Мына Нұрсат қой, Нұрсат. Так, короче, одан кейін біздер авто деп қой, аквапаркқа келген болатынбыз. Фонтан деген кім біледі? Барлықтарын барып шыққан шығарсыздар ол фонтанға. Переход өтті. Еба, адамды қарасай. Адам качествоны қарасай. Ол кезде еще аласың ғой ше, ана камераны бүйтіп ұстап жүруге. Тығып ұстап жүргенсің ғой, астына прикинь, көріп тұрған жоқ мен не түсіріп отқанымды. Тығып ұстап жүрмін ғой максимально нені фонды көрсету үшін. Ұялып жүрмін ғой камерадан. Бала шаға деген жетет наяқты, ойбай. Еба. Мына кезде сотканы суға батырып мәссің ғой. Монтаждан қателік болып кеткен ондай ақты еще. Наған бірінші рет мінгенсің ғой еще сол кезде. Ең алғаш рет. Не байқадым, мәді не байқадым. Мына қарасай, мынаны сал жеріппін ғой. Музыканы айтса еще андай старый музыкалардың бірі ғой. Ностальгияға музыка. Мән. Қондым. Мына кезде бақытты болып жүрсің ғой, короче. Түрді қарсай, түрді. Қап қарамайшы. Судың астына қайта кіре беріп, еще дым сөйлемейсің ғой. Әшейін суға кіргенді түсіріп жүрсін болды. Сөйтіп, Короче, достар, біз видеоны аяқтадым. енді қайтып бара жатырмыз Шымкенттен. Короче, мен қазір өз үйімдемін, қазір жолға шығып бара жатырмыз енді. Сол достар. Ойла. Короче, осындай достар. Қазір енді қайтып бара жатырмыз достар, енді осымен влогымды аяқтап кеттім. Короче, наяқта влог видео бітеді. Ұялып отырмын ғой камерадан ше наяқта. Қалайсыңдар достар, сіздермен Роман Ойбай. Болов және де Айдар. Бүгін біздер сұрақ жауап. Сотканы қарсай, сотканы. Мынандай Мен сөйтіп байқадым, қазір жастар сынбайтын шығар. Тойота Тойота ғой. Тойота 55 болатын білгем, мына кезде білгем ғой мен. Рубрикасын түсіретін боламыз. Иә, алдында ВК группаға жазған болатын. Көзімді қараш, көзіме қараш. Сұрақтарды қойыңдар, соған жауап беремін деп, сұрақ жауап түсіремін деп айтқан болатын. Енді соған Ұялып отырмын мына кезде камерадан бар ғой. Ё-ма. Сұрақтарға не Ұяласың жауап бірақ блог түсіресің бердім? ба? Бір қаншадасың? 2 қай класста көштің? 3 руың кім дейді? мен 15-темін. Сен шеш? 13-темін. Мына 13-те. Екінші сұрақ, қай классқа көштің дейді, 11-ге көштің. Ебать, мен Ебать. 15 жасында 11-ге көшкенмін ба? Қазіргі жастарды қарасай 11-дегі Мынаны қараңдар жеге. Мынандай жазымда мен 11-ге көшкенмін. Так, сонда получается, жазда
мына кезде мен 15-темін. Прикинь, мен 11 классқа 15 жасында барғам ба? Короче, 15 жасында бардым. Сөйтіп ноябрьде, қарашада, короче, 16-ға толдым. Сөйтіп 16 жасында 11-ді бітірдім. И университетке 17 жасында түскем ғой. Ёпты кедік. Бала болып қалған. Үшіншісі руың кім дейді, менікі Жалайыр. Менікі Қоралас. Қораластар бар ма жігіттер? Қораластар. Қыздың бар ма? Алдағы уақытта қандай идеям маған сәлем жолда. Алдағы уақытта қандай идеяң маған сәлем жолда дейді. Қызым жоқ, идеялар білмеймін. Қуандық Махамбет, сәлем. Так, достар, келесі сұрақ бізде Елдос Оңғарбаевтан. Бірінші сұрағы не хабар, тым хабар жоқ. Екіншісі давай. Бәлі, болмайтын сұрақтардыға не істеппін ба дедім ғой, кәдімгідей. О кезде андай сұрақ дейтін аз ғой негізі. Сұрақ деген аз. Міне сұрақтар міне. Соған жауап бере бергем ғой. Сабақты бітірген соң қандай жұмыс істейсің? Давайте осыны көрейікші, айтпақшы, қызық екен. Келген бірінші сұрағы салам дейді. Салам. Екіншісі сабақты бітірген соң қандай жұмыс істейсің дейді. Оны әлі көре жатармыз. Ал үшіншісі каналда подписчик көп, ал неге актив аз дейді, оны білмеймін. Мектеп бітіресің, қай жаққа, қай мамандыққа түсесің дейді, оны білмеймін әлі, бірақ Астана қаласына түсетін боламын. Иә. Өзім Алматыда жүрмін сөйтіп өзім. Екіншісі Рамазан Айдар деп аттарында кім қойды? Зекін ғой. Атам ғой. Менікінде атам қойған сияқты, білмеймін, солай ойлаймын. Солай ойлаймын дейді. Қандай ойындар ұнайды дейді маған бар, CSGO, Аты короче, аты стратегия сондайлар ғой. Шутер. Иә, шутерлер. Ал төртіншісі қатты қорыққан кездерім дейді. Мен қатты қорыққан кездерім. Ванна қорқам мен бұл. Қатты қорыққан кездерім. Білмейтін вообще, шын айтамын. Бар айтпақшы андай сағыз бар. Андай ойыншық, короче, бұрын кішкентай кезімде әйтеуір сол сағызды береді да, типа соны тартып қалған кезде, типа не шығатындай енді жәндік шығады. Тоғыратын ғой, иә. Ебать, прикинь, есіме Иә. ит жылғы нәрсе түсті ғой. Бұрында, короче, сестрам андай сағыз береді, өтірік сағыз. Анан басып қалсаң, короче, жәндік шығады. Қолына, тырнағына жабысып қалады. Ана кезде шошып кетемін ғой, короче. Либо андай бар, шокер. Анан сағызды ұстап қалған кезде, короче, қолын тоғырады. Ана балалар бұрында астап жүреді мектеп кезінде. Естеріңде ма? Иә, есімде. Мен сатып алып бәріне сағыз жейсің ба, сағыз жейсің ба. Әшейінде сағыз беретін адам десе. Иә. Ал мінекей сағыз демекші, 50 сағыз шайнаған бұрынғы видеом. Короче, бәріне сәлем достар, сізбен бірге мен Рома Блогер және де. Аба блогерс. Және Аза. Иә. Короче, достар, бүгін біз Аза ма? Басында айтып отыр еді. Ана мен Рома Блогерс деп айтамын, мынау Аба Блогерс деп айтады, ана Аза Блогерс деп айтады деп, короче, сөйтіп келісіп отыр еді ғой, по идее. Ана тұрады да, ұмытып кетемін, сондай бір бәле, ойланып тұрады да, Аза дей салады ғой, короче. Сағыз шайып жарысатын боламыз, жарысқанда енді челлендж ғой сондай. Челлендж ба? Иә, челлендж, иә. 50 сағыз, мияқта, короче, 50 сағыз, сосын 50 сағыз сатып алдық, енді осыны шайнап, короче. Осы кезде сағыз қанша теңге тұрады? Мына кезде сағыз Қанша қалды ана? 5 теңге ғой, 5 теңге тұрады. Тұрды қара. Салафанмен тұрдасың ба? Ой. Салафанмен сөз сала ма? Салафанмен сөйтіп отырмын ғой, салафанмен. Так, одан кейін бізде 7 жыл бұрын класстастармен түсірілген влог. Мына қарасындашы мені, ойбай, қыздардың қасында жүрмін. Да. Мына каналы бар ғой деп тіркелді. Менің каналым бар, қарастырып. Канал жоқ болса да каналы бар деп пихать ете береді бар. Түркілік бетін рет, апысына қараш, жоқ та ғой каналы. Жоқ. Кеп кішкенде ғой. Мен әгеже қай классымын? 9-шы классымын ба? 9-шы классым ба бірге. Қыздар дәуеді ғой бәрімізден яқта. Мен яқта суға тасайды. Оператор топ екені базар жоқ. Оператор базар жоқ. Оператор руки деймін. Оператор.
мынау ортаға барам деген жерім қолдар шырақ қалатын сияқты ғой, әлі жүр ғой. Не деген монтаж деймін да, е-мая. Сол кез топ монтажы бол. Сәлем Любимый видеолар бірді. Ромалович және мен Тілеутаев Айдар міне Сакошоу. Бүгін біз лимон жейміз уақытқа. Лимон. Короче, қазір деген біз осы лимон челлендж орындайтын боламыз. Осы 3 бізде міне мына 3 лимон. Міне 3 лимон, осы 3 лимонды, короче, секундқа ма, жоқ минутқа ма. Короче, кім бірінші жеп бітеді. Кім бірінші жеп бітірді өзі? Көрейікші. Дайынсыңдар ма? Көрейікші. Айтсаңдар, дайынсыңдар ма? Біз дайынбыз, мы готовы Бір, дети. 2, 3. Сразу жеп отырған. Ё-май. Анам бәрібір ма сонда? Бәрібір ма деймін. Сол, аман бәйін жеп жатыр қарсы. Сен дейтін сыртын ашып отса, анау жарысы жоққа қырсай. Ебать. Пофиг жеп жатыр ғой, пофиг жеп жатыр ғой. Сыртымен бе? Мусормен. Ортада ақша жоқ па случайно бір? Дым жоқ қой сол, дым спор емес, әшейін челлендж. Әшейін видео үшін. Қарсы даже түрі бұзылмайды ғой, прикинь. Анам екеуміздің түрімізді қара, анам нан түрін қарсы. Дато осындай болу бола ма? Қабан десең. Күнде 2 рет жейтін сияқты ғой жа. Достар, қазір мына жерді қараңыздар, мына жерде мен бір бәле істеймін, общем, мынаны қасындаршы. Біз енді екеуміз жарыса тұрып қой мына Сағынай ұтып кетті бірінші орын алды. Жеңілді ме? Иә. Все. Алдаш көрейік қой. Түр өлдірмеймін десе. Түр өлдірмейсің. Қайтаныш. Байқамай қалдың ба? Байқаған жоқпын. Қара. Ортасынан бөледі. Үлкенін Кішкентайын өзіне қалдырып қояды. Бірақ несін өзіне қалдырмай. Байқадың ба? Бір кішкентай кусогын ғана өзі жейді, мен болдым дейді қазір. Қарсы 2 қолым пустой. Болдым деп қоясың ғой еще. Сіз сонда ананы либо қай жерге тастап жатсың, жерге ма? Полға оқып қойған ма? Так, достар, одан кейін бізде ең соңғы видео ауылға келдім деген. Ойбой, мына микрофонды қарасай. Алиэкспресстен алғың келген микрофондардың бірі осы. Ойбай, достар, мына микрофонды мен 400 теңгеге ма, сондай бір бәлеге алғам, короче, Алиэкспресстен. Алиэкспрессте ол кезде хит бар ғой. Короче, ол кезде DJI, анау мына петличный микрофонның мощный версиясы бар ма, жоқ па білмеймін, бірақ что-то ондай мен ешкім қолданбадым ол кезде. Вроде жоқ болды ау. Ол кезде ондай нәрсе ше. Әрі кетсем мынандай. Еще бұл шнурмен Bluetooth емес. Қалайсыңдар достар, бұл бізде жаңа влог, достар. Біз бүгін ауылға баратырмыз, мен өзім жалғыз баратырмын қазір. Примерно мынандай ғой міне. Осылай түсір жұмы міне. Қалай жалпы сіздерге видеоны осылай түсірсем нормально ма? Или там былай. Міне достар, қалай жалпы? Достар, енді. Все, давайте, лайктан басыңдар, если что. Міне бұрынғы видеода қарамасаң лайк басыңдар деп айтты. Давайте басып кетіңдер достар. Мына кезде енді G1 деген соткамен түсірдім мен, Samsung Galaxy G1 деген. Наушниктарды сен. Айбай. Бля. Наушнигі де качество звук бәріне қойды. Қарса, бір тоғы жоқ, бір құлағы жоқ бәле, қалай ма өзі? Жоқ, былай кеткен екен ғой. Артымен айналдырасың ба? Мен бір несі жоқ деп ойладым, мен үзіліп қалған сияқты болды. Угіл қаза отыр ма? Угіл. Короче, Мойынқұм ауылына біздер жеттік. Сөйтіп, в общем, 21-ның ауылға Құсқан үйіне келдім. 21 ғасырдың балдары соткамен отырып тамақ ішетін міне. Міне осы кезде басталды ғой соткамен отырып тамақ ішу деген нәрсе. Осы кезде басталған. Қазір бәрі ғой. Қазір бәрі ғой. Бүкіл поколение сотка көріп тамақ ішеді. Негізі по идее бұл кезде сотка көріп тамақ ішу деген жоқ еді. Енді осы кездерде басталды ғой. Соткамен отырып тамақ ішетін не мынау 21 ғасырдың балдары. Ай, есімдерді дейсің міне. Короче, достар, мен ауылға келдім. Мен яқта братчика жүр.
Тәубе. ауылдағы. Енді бүгін сол қазір Микрофонда қарашы. сол шаршап кеттім жаманда енді. Енді сол ұйықтауға да желание жоқ. Міне, короче, мынау ауыл, бірақ қазір мен өз үйімде емеспін, қазір осы брачкамның үйіндемін. Қазір сол бір канал бар дейді, соған барып көреміз. Қазір типа сол. секретный жер дейді. Қараңдар. Че это здесь? Марихуана это. Ма. Аяқ батыруға отын шығар мына жақта, жыландар жүрмей ма? Мынау өзенді қараңдар. Осы жерге шомылатын едік қой, мынау шу өзені ғой. Мына ішінде жылан жүреді, балық жүреді, бәрі жүреді ғой, бүкіл микробтың бәрі жүреді үшін. Сілкініп тұр, короче. Жабылсын. Қорқынышты. Міне осы менің ауылым, короче, ауылға келдік. Енді сол жақында видеолар шығады. Енді жақында Шымкентке кетемін енді. Короче, сол влогтар шығып тұрады ғой енді. Көлге шомыламыз, анау мынау дейтін. Ана Шымкентке кетем деген жер ана видео ғой, ну. Бағана Шымкентке кетедім ғой, аквапаркқа барып ше. Иә. Сол видео ғой. Сол кезде енді кетіп баратсың ба? Мына кезде енді кетіп бара жатырмын. Ауылға бардық, сөйтіп Шымкентке барып, аквапарк, анау, короче, сол. Мына видеоларды көрмегендер болса, каналға кіріп, тауып, көріп кетсеңдер болады. Жалпы өте қызықты видеолар. Бұның барлығы YouTube'да өмір бойы тұрады. Естелік дегендей. Көрмегендер болса, көріп кетіңдер. Жалпы осындай мінекей бізде реакция біздің, яғни менің балалық шағыма бір барып келгеніміз бар енді. Ал достар, осымен видео аяқталды. От души бәріне. Видеоның соңына дейін қарағандарына. Міндетті түрде лайктар басуды ұмытпаңдар, каналға кіргендер подписаться кнопкасын басып. Сіздермен болған мен Рамазан. Келесі видеоларда көріскенше әлі талай күшті видеолар шығады. Давайте.